Сәлем әлем, бұл Караван Кизет медиа порталының подкаст жанрындағы жобасы. Эфирде мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін подкастта біз жыныстық қатынас тақырыбын қозғаймыз. Қазақстанда секс туралы айту ұят па? Пайдалы подкаст YouTube арнасының авторы Шырақ Байкенова көптеген мамандардан, оның ішінде психолог, андролог, гинекологтардан сұхбат алып жүр. Қазақстанда секс туралы айту ұят па, немесе ұят емес пе? Осы туралы Шынардың өз ойын біліп көрейік. Шынар, алдымен сізге сұхбатқа келіскеніңізге, бүгінгі подкастқа келіскеніңізге көп рахмет. Қазіргі таңда жыныстық тақырыбында YouTube арнасында көптеген қазақ тілді арналар көбейіп келе жатыр. Өз басым қуанамын, өйткені бұл да бір сауаттылық. Дегенмен бұны ұят деп ойлайтындар көп сияқты. Қалай ойлайсыз? Ұят демекші, жалпы Қазақстанда секс туралы айту ұят па? Сәлеметсіз бе, Ғалымжан мырза? Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдармандар? Біз бүгін өміріміздің маңызды компоненті секс жайлы сөз етеміз. Расымен бүгінгі таңда YouTube'те қазақ тілінде жыныстық сауат, медициналық тақырыптарға қатысты қазақ тілінде контент табуға болады. Алайда ол контент жасаушылар белгілі бір саланың ғана маманы болғандықтан, тақырыптарды белгілі бір сала айналасында өрбейді. Ал пайдалы подкасттың ерекшелігі тек қана секс, сауат, саулық жайлы ғана емес, сонымен қатар біздің ментальды саулығымыз жайлы өзекті мәселелер көтеріледі. Мысалы, біздің қоғамымызда бұрын соңды талқыланбаған, тіпті өзіңнің жақын құрбыңмен талқылауға тартынатын тақырыптар әңгімеленеді. Мысалы, біздің барлығымыздың түсінігімізде тек қана ер адам ғана көзге шөп салады, тек қана ер адам ғана ажырасқаннан кейін депрессияға түседі деген түсінік бар. Алайда подкаст барысында біз әйелдердің көзге шөп салуы және де еркектердің депрессиясы жайлы сөз етеміз. Ол психолог маманмен, сексолог мамандармен жүргізілетін сұхбат. Сонымен қатар, мысалы, ерекше сіздер ойланып көрдіңіздер ме? Мысалы, ерекше адамдардың жалпы секс өмірі қалай өрбейді деген сияқты. Сондай-ақ мысалы, некеге дейінгі жыныстық қатынас немесе вазоктомия, стерилизация тақырыптарының өзектілігі жайлы. Қазақстанда секс туралы сөйлесу ұят па деп сұрап жатырсыз ғой? Менің жауабым жоқ, ұят емес. Оны ұят деп санағандықтан шын мәнінде қоғамымызда ұятты нәрселер орын алып жатыр. Себебі адамдар бұны о бастан түсініктері дұрыс болмағандықтан, қоғам тарапынан қысымдар болғандықтан, ол шын мәнінде өте ұят, өте трагедиялық жағдайларға әкеп жатыр. Қазақстанда жыныстық тәрбие тақырыбы біздің елде неге өзекті емес? Сіздің ойыңыз? 4 аптаның ішінде андрологпен болған сұхбатыңыз, подкастыңыз 250 мыңға жуық қаралым жинап үлгерді. Демек, біздің қоғам жыныстық сауатқа зәру, солай ма? Өзекті емес деп сұрақ қойып жатырсыз ғой. Негізінде шын мәнісінде өзекті. Мысалы, сіз өзіңіз айтып жатқандай 4 аптаның ішінде шынымен алдыңғы подкастым 250 мыңға жуық қаралым жинады. Және де бұл жерде мен ешқандай таргет немесе бір пабликтерге жаға ұстатты деген сияқты группаларға бөліскен жоқпын. Таза статистиканың өзін қарағанда, адамдар өздері интернеттен, YouTube'тен тікелей өздері іздеп тауып келіп отырған адамдар. Сондықтан адамдарға бұл ақпарат өте маңызды, өте керек дегеннің көрсеткіші деп ойлаймын. Андрологпен сұхбат кезінде қымсыну, ұялу болды ма осы сол кісімен сұхбат барысында? Жоқ, андролог маманмен тікелей екі маманын, мысалы, журналисте де жыныс жоқ дейді ғой. Ол кісі таза ақпарат алған кезде ол кісі әйел де емес, еркек те емес. Сондықтан мен өзімді жыныссыз адам ретінде, журналист маман ретінде өзімді позициялаймын белгілі бір тарапта. Ал андролог маман, ол кісі де маман, мен екеуміз ортақ алаңға келіп адамдарға ақпарат беру мақсатында сұхбат жүргіздік. Сондықтан ешқандай да бір қымсыну, ұялу болған жоқ, және де журналисте ондай болу керек те емес сияқты. Және де бұған дейін де мен түрлі мамандармен сұхбат алып жүргенмін.
жаңағы The Village, Мәншүк медиа сайттарына мысалы гинеколог, проктолог, сексолог сияқты түрлі мамандармен алдында сұхбат жүргізген болғандықтан бұл мен үшін таңсық дүние емес еді. Қалай ойлайсыз, мектептерде жыныстық сауаттылық туралы пән болу керек пе? Иә, өте керек, өте маңызды. Неге десеңіз, біздің мемлекетімізде дамыған мемлекеттермен салыстырғанда кәмелет жасқа толмаған жас қыздар 3 есе жиі жүкті болып қалады. Неге десеңіз, мысалы Швейцарияда 1955 жылы мектеп программасына жыныстық сауат енген, ал Нидерландыда ол жаңағы 1990 жылдардың аяғынан бастап қолға алынған жүйе, программа. Сондықтан ол жерде балабақша жасындағы балалар жалпы өзінің мүшесі жайлы толыққанды ақпаратқа ие болса, уже мектеп жасында олар жаңағы контрацепцияның түрі жайлы құлақтанған болып ақпарат алады. Ал біздің мемлекетімізде жаңағы айтып өткендей статистикалар өте аянышты. Мысалы, жүкті болып қалатын қыздар саны өте жоғары. Сондай-ақ аборт жасататын қыздардың саны өте жоғары. Ол кәмелет жасқа толмағандар арасында айтып жатырмын. Және де мысалы жаңағы қоғам қысымынан, ата-ана қысымынан ұялғандықтан өз-өзіне қол жұмсап суицид жасайтын да қыздардың саны көп. Осының бәрін қорытындылай келе, және де тағы бір біздің қоғамымызда орын алатын бір өкінішті бір жағдай, жыл сайын біздің мемлекетімізде жаңағы қоқыста бала табылды деген сияқты ақпарат та көп. Бұның бәрі неде? Бұның бәрін түбіне үңілу керек. Ұят деп жаңағыдай бәрін шегеріп қоюға болмайды, қысып тастап. Сондықтан да ата-аналар дұрыс түсініп, ең бастысы негізі мектептен бұрын ата-ана өзі де өз баласына жыныстық сауат берсе болады. Қазіргі таңда мысалы балалар психологиялық тұрғыдан да, физиологиялық тұрғыдан да ерте дамып келе жатыр. Оларға мысалы 8-9 жастан алғашқы негізгі жыныстық сауатты білімді бере бастаған жөн. Және де мектепте де бұның ата-ана өзі ұялатын болса, мысалы жеткілікті бір деңгейде ақпарат беруге шамасы келмесе, онда әрине де мектепте де болу керек жыныстық сауат пәні. Мысалы балалар контрацепция құралдары ненің қалай жұмыс істейтінін, жүйені, қорғаныс құралдарын бәрін білу қажетті. Сонда біз шын мәнінде ұят нәрселерден сақтанған боламыз. Қазақстанда жыныстық қатынас туралы айту ұят па? Қорытындылап өтсеңіз, бұл менің бір соңғы сұрағым болсын сізге. Жоқ, Қазақстанда жыныстық қатынас туралы айту ұят емес. Қазақстанда жыныстық қатынас туралы айту қажеттілік дер едім. Себебі осы андролог маманмен болған бөлімдерден кейін, жарияланған бөлімдерден кейін маған мысалы Шымкент, Семей, Атырау, тағы басқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен осы жастар 30-тан асқан, 40-тан асқан ер азаматтар жазды. Және мен түсінгенім, біздің елімізде адамдарда мысалы медициналық жыныстық түсініктері сәл төмен деңгейде. Ол кісілердің ойынша мысалы белгілі бір әрқайсының мысалы дерті әртүрлі, бірақ олардың ойлары қазір аптекаға, сіз маған бір дәріні айта қоясыз, мен қазір аптекаға барып, соны алып ішкеннен кейін айығып кетсем деп ойлайды. Негізінде ол олай емес. Белгілі бір мамандарға қаралу керек, анализ тапсыру керек. Себебі әр адамның физиологиясы, әр адамның себептері, сол проблема пайда болған әртүрлі ғой. Сәйкесінше ем де әртүрлі жүзеге асырылады. Одан өзге мысалы жас бозбалалар да маған жазып хабарласты. Ол кісілер мысалы ойлайсың ғой, мысалы ол жастағы адамдар білуі тиіс базовый қарапайым нәрселер деген сияқты. Алайда олай емес. Ол кісілердің сұраған дүниелері де біраз болды. Мен ол кісілерді қазір айыптап жатқаным жоқ. Себебі бұл біздің осы секс туралы сөйлесу ұят деп ұятқа шақырып, қымтап, қысып ұстағанның нәтижесі көрсеткіші дер едім. Ал секс сауатты біз арттырсақ, тек қана ұтпасақ ұтылмаймыз. Себебі біздің елімізде мысалы адамдардың денсаулығы жақсарады, менталды денсаулығы жақсарады. Сондай-ақ мысалы жоспарланбаған жүктілік саны азаяды, қоқысқа тасталатын балалар саны азаяды. Бұл деген меніңше тек қана
жақсы оң тұстарын ғана береді. Осы орайда алғашқы бөлімдер шыққаннан кейінгі кері байланыс, фидбек жайлы сөз етуге болады. Егер де сіздер пікірлерді қарасаңыздар, анық түрде екіге бөлінген. Пікір бірі рахмет, пайдалы ақпарат болды десе, екіншілері арсыздар, ұятсыздар деп айыптақты. Әсіресе адамдарды менің қыз бала бола тұра осындай тақырыпты қозғағаным ашуландырған сияқты. Ол енді сексизм деуге болады, себебі әр тақырыбында адамдар мені мысалы маман журналист ретінде қабылдауға әлі де дайын емес сияқты, немесе уақыт өте әрине оның бәрі өзгереді. Айтпағым, мысалы жоғарыда айтып өттім ғой, мен бұл подкасттарды ешқай жерде жарнамалап, ешқай жерде бөліскен жоқпын. Аналитика бойынша, YouTube-тың көрсеткіші аналитикасы бойынша бұл тікелей поисковикке өздері енгізіп келген аудитория. Сонда адамдар өздеріне керек дүниесін көре тұра, соңында мысалы ұят деген сияқты пікір қалдырады. Оны енді психологиямен түсіндіруге болады. Мысалы адамдардың комплексі, немесе адамдар өзінің анонимділігі сақталатынын білгендіктен жаңағы экранда әр жағында түрлі өзінің негативін шығарып алу деген сияқты. Жалпы айтпағым, мені әрине қуантады. Осы мен мысалы бір 100% немесе 80% негатив болады деп күткен едім, бірақ қуантатыны тек қана мысалы 50% негатив. Онымен қоса жаңағы жоғарыда айтып өткенімдей, адамдар өздері байланысқа шығып, қажеттіліктерін тағы да қосымша сұрап біліп жатыр. Бұл деген менің жасап жатқан контентімнің пайдасы жайлы айтқым келеді. Әрине осындай пайдалы болып жатса, ол тек қана мені қуантады. Шынар, көп рахмет сізге. Сізбен толықтай келісем. Расында да Қазақстанда жыныстық қатынас туралы айту ұят емес. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ол да бір сауаттылықтың бір түрі. Сізге тағы да рахмет. Бүгінге осы эфирде болған мен Ғалымжан Сәңкібаев және Караван KZ медиа порталы. Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.